саламатсыздар ма? Бүгін 5-ші семинар тақырыбымыз химиялық тепе-теңдік бөлімін оқытуда дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясын қолдану. Сабағымыздың мақсатына жету үшін бірнеше міндеттер, бақылау сұрақтары және тапсырмалар берілген. Кім дайын? Тақтаға шығып орындауларыңызды сұраймын. Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің қорғайтсағымыз химиялық тепе-теңдік бөлімін оқытуда технологиялық қолдау тақырыбын өтеміз. Бізде ең бірінші оқушылар химиялық тепе-теңдікті терең түсіну үшін заманауи технологиялар қолданамыз. Бұндай технологиялар күрделі химиялық процестерді визуализациялауға мүмкіндік береді. Бұл оқушыларға тепе-теңдік динамикалық табиғатын көрнекті түрде түсіндіреді. Сонымен қатар интерактивті әдістерді пайдалану олардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, белсенділік пен шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға үлкен үлес қосады. Одан кейін бізде сұрақтар туындауы мүмкін. Қысым, температура немесе концентрация өзгеретін кезде тепе-теңдік қалай ығысады деген. Ол кезде біз Ле-Шателе принципіне сүйенетін боламыз. Одан кейін өндірістегі химиялық тепе-теңдікті басқару қандай маңызға ие? Жалпы өндірісте аммиак синтезі, күкірт қышқылы өндірісі сияқты процестер тепе-теңдікті тиімді пайдалануға көмек бергізеді. Одан кейін тепе-теңдік жеткен кездегі реакция тоқтаймайды. Оқушылар динамикалық тепе-теңдік ұғымын түсініп, алға және кері реакциялардың бірдей жылдамдығын жүретінін дәлелдейді. Келесі бізде оқушыларға сабақты дұрыстап түсіндіру үшін ойындар. Бізде Learning Apps программасы бойынша бұл платформада химиялық тепе-теңдікке байланысты интерактивті тапсырмалар бар. Мысалға мына жерде ссылкаға кіріп ойнап көрсек болады. Ойнап көрсек болады. Және бұл жерде яғни мынандай неге ойнап деді? Не болды деген ма? Давай мен айтатын жерімнен басынан. Кетіп па? Негізі ана типа кроссворд деген жақтан бастасаң болады. Кроссворд деп айтамын ба не деп? Сөз жұмбақ. Иә, мынаны қарадыңыздар деп дальше ұрады. Ссылка кірмей алды. Кетіп бір, екі. Келесі бізде оқушыларға сабақты дұрыс түсіндіру үшін арнайы платформалар. Біріншісі Learning Apps. Бұл платформада химиялық тепе-теңдікке байланысты интерактивті тапсырмалар бар. Яғни сөз жұмбақ шешу арқылы сабақты түсінсе болады. Мысалы, мына ссылкаға кіріп көреміз. Мына жерде сөз жұмбақтар көрсетілген. Мысалы, үстін басты қайтымсыз реакция жүруінің шарттарының бірі ненің түзілуі. Осы деп жауап беру керек. Келесі FET программасы. Бұл программа бойынша біз химиялық тепе-теңдіктің бағанасын түсініп, реакцияларды теңестіреміз. Мысалы, үстін басып көрейік. Мына жерде бізде реакция көрсетілген. Енді осы жерден теңестіреміз. Мысалы, сутектің, азоттың 1 молекуласы қатысады, сутектің 3 молекуласы қатысады. Нәтижесінде 2 молекула аммиак түзіледі. Мына жерде көрсетілген. Осылай практика жүзінде көрсетсек болады. Бүгінгі біздің семинарымыздың тақырыбы химиялық тепе-теңдік бөлімін оқытуда дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясын қолдану. Біз бірінші бұл тақырыпты 3-ке бөліп қарастырдық, яғни қазір осының бәріне әрқайсысына тоқталып, және ол тақырыптарды қалай түсіндіретінімізді айтатын боламыз. Бірінші тақырыпша бізде химиялық тепе-теңдіктің негізгі заңдылықтары. Бұны біз Хан Академия деген платформа арқылы түсіндіретін боламыз. Ол платформада бізде неше түрлі сол тақырыпқа байланысты бейне сабақтар мен тапсырмалар, тесттер бар. Бұл бізде Хан Академияда химиялық тепе-теңдік туралы толық сабақ. Бұны біз аудара аламыз өзімізге ыңғайлы болу үшін. Ағылшын тіліне, орыс тіліне аударып шығарсақ болады. Бұл жерде бізде бейне материалдар, сондай-ақ квиз тапсырмалары, тесттеріміз бар. Келесі бізде осы тақырыптарға байланысты сұрақтарға қарастырып өттік. Ол бізде химиялық тепе-теңдіктің қандай жүйелері орнайды, тепе-теңдік күйінде тура және кері реакцияның қандай сипаттамасы бірдей болады, төмендегі реакциялардың қайсысында тепе-теңдік орнай алмайды деген секілді осындай сұрақтар қарастырдық. Келесі ол бізде Kahoot. Бұл бізде геймификацияға қолданылатын платформа. Бұл симуляцияда біз мысалға алатын болсақ, көптеген частицалардың бір-біріне соғылуын көруімізге болады.
және де олардың активтенуіне бізде температураның қатысы. Және мына жерде бізде графа берілген жалпы энергияның жалпы потенциалы және температура көтерген сайын бізде жалпы энергияда жоғарылайды. Ал температураны түсірген сайын энергия төмендейтінін көруімізге болады. Келесі бізде үшінші жол тепе-теңдік концентрация және оны қолдану. Біз бұл тақырыпқа Wordwall платформасы арқылы кері байланыс ретінде тапсырмаларды су үшін түрінде. Сілтемесі және қасына QR кодын қосу. Мысал алатын болсақ, егер константа бірден жоғары болса, реакция қандай бағытта жүреді? Және де біз бұл жерде егер де бірден жоғары болса, реакция қандай бағытта жүреді? Бізде жауабы оң. Дұрыс. Дәл осылай тапсырмалар орындасақ болады. Бізде келесі апай, біз мына платформаны тек қосымша платформа ретінде қарастырдық. Өйткені бізде бұл платформа YouTube-тың көшірмесі сияқты. Әшейін YouTube сияқты, бірақ бұған біз андай қылып видеоны өзіміз түсіріп, өзі видео саласың. Сабақты түсіндіріп, оқушылар соны көріп, сол арқылы түсініп, ары қарай жұмыс жасайтын болады. Болды. Бізде тақырып химиялық тепе-теңдік бөлімін оқытудағы дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясын қолдану. Бізде жалпы дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы бұл бізде оқу материалдарын логикалық және құрылымды жағынан біріктіріп, білім алушыларға ақпаратты жүйелі түрде беріп, оларды меңгеруге мүмкіндік беретін педагогия әдіс болып табылады. Бұл технология оқушылардың танымдық қабілеттерін арттырып, білімді ұзақ мерзімге есте сақтауға ықпал етеді. Міне осы технология бойынша біз химиялық тепе-теңдік тақырыбының мазмұнын былай қарастырдық. Бұл тақырып химияның маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады және келесі негізгі ұғымдарды қамтиды. Тура және қайтымды реакцияларды, химиялық тепе-теңдік және оның динамикалық сипаты, Ле-Шаттеле принципі, концентрация, қысым, температураның химиялық тепе-теңдікке әсерін, сонымен қатар тепе-теңдік константасы және оның есептеулерін қарастырады. Міне сол тақырыптарға байланысты Ле-Шаттеле принципіне байланысты бізде графикалық модельдеу, яғни осы сайт бойынша біз аударып алайық. Химиялық тепе-теңдік бөліміне кіріп және принцип Ле-Шаттеле таңдап, және бұл бізде химиялық бұл жерде бізде Ле-Шаттеле принципін түсіндіріп, сонымен қатар сабақтың мақсаты және эксперимент берілген. Яғни біз бұл жерде көлемді көбейтіп, концентрацияны көбейтсек, бізде мынау негізі қозғалу керек. Міне. Бізде мұнда график жылжып жатыр. Сонымен қатар бұл жерде соңында бізде нелер қарастырылған тақырыптар, сұрақтар және тапсырмалар. Бұл платформа арқылы біз Ле-Шаттеле принципін толыққанды түсінуге және оның графикалық бейнесінде көруге болады.